болып табылады. Және де тұтынушы сегменттері жайлы айта кететін болсақ, қаламызда жаңа үлгіде шыққан техникаларға ерекше дизайнды аксессуарлар табу өте қиын болып келеді. Тұтынушы сегменттері жайлы айта кететін болсақ, басқа да дүкендерге қарағанда қолжетімді бағада сататын боламыз. Және де қазіргі уақытта қаламызда жаңа үлгіде шыққан ерекше модельдегі аксессуарларды табу өте қиын. Сондықтан да біз басқа елдерден, яғни айта кеткен сайттардан ерекше модельдегі дизайн мен аксессуарлар заказ беруге тырысамыз. Біз осы бизнесті дамыту үшін жарнама жасаймыз. Яғни күнделікті өмірде адамдар қолданатын Instagram, TikTok әлеуметтік желілерінде жаңадан шыққан тауарларымызды жарнамалап отырамыз. Біз осы бизнесімізді дамыту үшін жарнама жасаймыз. Яғни күнделікті өмірде адамдар қолданатын Instagram, TikTok әлеуметтік желілерінде жаңадан шыққан тауарларымызды жарнамалап отырамыз. Біздің бизнес жоспардың негізгі ресурстары ноутбук сөмкелері, витриналық үстел, телефон қаптары, штативтер және тағы да басқа заттарды сатамыз. Біз тұтынушыларымызға өз тауарларымыздың ерекше болуын және сапасының жоғары болуын қадағалаймыз. Бұл бизнес жастар арасындағы сұранысқа ие бизнестің түрі. Бұл бизнестен біз 150-200% кіріс кіреді деп есептедік. Осы бизнестің шығын есептей келе 1 миллион 250 мың теңге шығын шықты.